Екінші сабақ Excel жұмыс аймағына деректерді енгізу. Жалпы Excel сандарды ғана емес, мәтінді де өңдей алады. Сандармен біз әртүрлі математикалық операцияларды жүргізе аламыз, ал мәтінді тек түзетуге, өзгертуге, кесуге, бөлшектеуге болады. Ұяшықтарға сонымен қатар әртүрлі есептеулерді орындауда пайдаланылатын формулаларды, яғни басқаша айтқанда функцияларды да енгізуге болады. Енгізілген формула ұяшыққа бірдей нәтижені көрсетеді, яғни формула құралған жекелеген элементтерді емес, осы формула пайдаланылған кезде шыққан нәтижені ұяшықтың бетіне бірден көрсетеді. Мәтінді енгізуден бастасақ, мәселен, қандай да бір қағаз бетінде Excelге енгізу керек кесте бар деп есептейік. Біздің кестеміз 20 түрлі тауардың коды, бағасы және сатылған саны, атауы туралы ақпараттарды қамтиды деп есептейік. Ең алдымен біз қай бағанға қандай көрсеткіштерді жазатынымызды нақтылап аламыз. Мәселен, бірінші бағандағы жолда тауардың жеке коды орналасқан деп есептейік. Екінші бағанымызға тауардың атауын жазайық. Үшінші бағанымызға бағасын теңгемен көрсетеміз. Төртінші бағанымызға қанша сатылды, яғни саны. Осылайша болашақ бағандарды деректермен таңбалап алдық. Енді кестемізді толтыруды бастаймыз. Бірінші бағанға біз кодтарды жазуымыз керек. Біз код ретінде 1001-ден 1020-ға дейінгі сандарды аламыз деп есептейік. Олай болса жазамыз. 1001, Enter. Enterді бассақ, белгіленген ұяшықты толтыруды аяқтап, келесі жолға түседі бірден. 1002, Enter. 1003. Жалпы осылайша біз 1020-ға дейінгі сандарды қолмен жазып толтырып отырсақ болатын. Егер қараңыздар, бізде 1020-ға дейінгі емес, 1100-ге дейінгі, тіпті одан да көп сандарды толтыру керек болса, ол бізде өте көп уақыт алып кеткен болар еді. Сондықтан уақытымызды үнемдеу үшін Excelде арнайы автозаполнение деп аталатын мүмкіндік қарастырылған. Бұл функция айқын бір заңдылыққа бағынған кезде деректерді автоматты түрде ұзарту үшін қажет. Мысалы, мына диапазондағы сандардан заңдылықты көріп тұрмыз, 1001, 1002, 1003. Әрбір келесіне бір-бірліктен қосылып отыр. Олай болса, Excel осы сандардың арасындағы заңдылықты түсіну үшін алғашқы екеуін белгілейміз, үшеуін белгілесек те болады, маңызды емес. Тышқанды белгіленген диапазонның оң жақ төменгі бөлігіне апарамыз. Сол кезде мына ақ болып тұрған қосу белгісі жіңішке қара қосу белгісіне айналу керек. Енді тышқанның сол жағын басып, қажетті аймағымызға дейін созамыз. Бізге 1020 керек, міне. 1020-мен тоқтаймыз. Осы кезде бізде 1001-ден 1020-ға дейінгі сандарды толтырып берді автоматты түрде. Енді байқасаңыздар, мына жерде жаңадан бір белгіше пайда болды. Бұл белгіше не үшін? Жалпы үстінен бассақ, бұл жерде деректерді толтырудың нұсқалары шығады. Бұл не үшін? Жалпы Excel бізді әрқашан түсінбеуі мүмкін. Біз мына жерде мәселен 1001-ден 1001, 1002, 1003, 1004 осы нұсқа бізді қанағаттандырды. Алайда біз мәселен жай ғана осы белгіленген диапазонға алғашқы екі санды көшіріп шыққымыз келуі мүмкін. Мәселен, яғни 1001, 1002, 1001, 1002 деген секілді. Немесе біз форматын көшіргіміз келуі мүмкін. Жай ғана формула болса, егер осы сандарда формуласын емес, тек қана мәнін көшіргіміз келуі мүмкін. Әртүрлі жағдайлар болады. Сондықтан да сол жағдайларды ескеру үшін бізге осындай көптеген бірнеше нұсқалар қарастырылған. Яғни біздің жағдайымызда біз жай ғана толтыру нұсқасын белгілесек жеткілікті. Енді тауарлардың атауын енгіземіз. Атаулар қайталанбайды, белгілі бір заңдылықтарға бағынбайды, сондықтан оларды біртіндеп қолмен жазып шығуымызға тура келеді. Олай болса, бастайық. Деректерімізді енгізіп болдық. Енді көріп тұрмыз, мына жақта деректерімізді енгізіп болдық. Енді барлығы осы бір бағанға сыю үшін үстіне барып екі рет бассақ, өзіне керекті ұзындыққа өзгеріп шығады. Енді бағасы мен санын толтырамыз. Осылайша біз берілген кестемізді толтырып алдық. Көріп тұрғанымызда Excelде
деректерді енгізу оншалықты қиын емес. Айтып кеткеніміздей, Excel'де сонымен қатар формулаларды да енгіземіз, бірақ ол келесі сабақтардың тақырыбы. Келесі пайдалы кеңес Excel'де сандарды автоматты түрде толтырумен қатар апта күндерін де толтырсақ болады. Мәселен, жазды осылай енді мен қарай созатын болсақ, барлық аптаның күндерін рет-ретімен шығарып беріп тұр бізге. Немесе айларды жазсақ болады, айларды да осылайдан автоматты түрде толтыруға болады. Сонымен қатар біз күн реттерін, яғни дата бойынша да толтыра аламыз. Мәселен, 2020 жылдың 1 қаңтары деп жазайық. Енді астына қаратай созамыз. Осы кезде көріп отырғанымыздай 20 қаңтарға дейін бізге толтырып берді. Енді бұл жерде де байқап отырсаңыздар белгіше пайда болды. Бұны бассақ, бізде осы күннің ретін толтырудың нұсқалары шығады. Біріншісін басып көрейік, яғни бірінші шықты, жай ғана көшіріп шықты. Екіншісі бір-бірліктен қосу арқылы көбейтіп береді. Жаңа ең бастапқыда тұрған нұсқамыз. Келесі ол екеуі маңызды емес. Енді күн бойынша десек, қайтадан сол бір алдыңғы нұсқаға ұқсас. Енді келесі ең қызықты нәрсе бұл жерде заполнить по рабочим дням, яғни жұмыс күндерін ғана белгілеп береді. Бұл жерден бізде сенбі және жексенбі күндерін алып тастайды. Мәселен, 1, 2, 3 деп келеді де, бірден 6-сына өтіп кетеді. Демек, 3 қаңтар бізде жұма болған, 4, 5 сенбі және жексенбі күндері, және 6-сы қайтадан дүйсенбі жаңа апта басталып тұр. Осындай нұсқамен де толтыруға болады. Бұл жалпы тек қана жұмыс күндері керек болатын болса, календарға қарап, оны әрқайсысын жеке-жеке жазып отырмайсыз, қолмен толтырып, осындай автоматты түрде толтыруды пайдалану арқылы бірден уақытыңызды үнемдесеңіз болады. Енді ай бойынша толтырсақ болады, онда күніміздің реті өзгермейді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 деп айымыздың реті өзгеріп кетеді. Немесе жыл бойынша өзгертсек болады, яғни айы күні өзгермейді, жылы өзгереді. Енді бізге керектісі жалпы осы бастапқы қалпына келтіріп қойдық. Осымен Excel'дегі екінші сабағымыз аяқталды.